Біз не жасап аламыз, текстті жасап негізі дайындап аламыз, одан кейін инстаграмға шығамыз. Мына жерде лупаны басып, найти деген жерге кіріп, міне так, бесплатная, так, бесплатно, міне реклама өстіп жазсаңыз, міне бесплатный рекламалар былай өстіп, міне қатар көп болып шығады, міне куча болып. Осының ішінен қарап отырасыз да, былай. Я жудым, бәрін дайындап қойдым. Осының бәрін міне кіріп қарайсыз өстіп ішіне, я. Мысалы, не деп жазылып тұр мына жерде? Так, это нам не подойдет, да, допустим. Тағы да қарайсыз, бесплатная реклама. Бұл жерде енді бесплатный рекламалардың несі болады бізде? Мына жерде де өзінің заңдылықтары бар да, әр парақшаны біз білмейміз ғой, сол себепті кіріп қарауымыз керек та әрқайсысына. Мысалы, здесь тоже не подойдет нам. Бізге что подойдет? Бесплатная реклама. Так, сейчас міне мынаны көрейік, я. Міне жерде жазылып тұр, бесплатно продажа поддерживаем или новых предметов, объявление бесплатно о рекламе найдено. Міне осы жерге подписка жасайсыз, я. Одан кейін мысалы написать деп жазасыздағы, алдын ала мен дайындап қойған суретім бар, міне осы суретті жібересіз. Одан кейін алдын ала дайындап қойған текстім бар, я, мысалға. Қазір мына жерде не мен жазып дайындап қойған, міне сетевой бизнес арқылы. Так. Міне осылай жібереміз дағы, мінекей. Одан кейін міне здравствуйте, опубликуйте, пожалуйста деп жазып жібереміз. Осылай, вот так вот на аналогичном, да, осылай қайталау ретінде міне басқасына кіреміз, я, осылай әрқайсысына кіріп осылай көреміз, я, мысалға. Әрқайсысына біздің енді аудиториямыз қазақша болғандықтан, қайсысы қалай былай қарап шамалы, я, кішкене қай жақтікі екені сияқты. Объявление о рекламе бесплатно. Так, мына жерге еще, тоже подписка жасаймыз, обязательно подписка сұрайды. Кейбіреусінде мына жерде жазылып тұрады, лайк жазыңыздар, подписка жасаңыздар деп, я. Сосын написать тағы да. Тағы қайталаймыз жаңағыдай. Суретті дайындап аламыз, мінекей. Одан кейін текстті дайындап қойғамыз. Біз, я, уже текстке барамыз, өзіміздің мінекей текстіміз қайда, міне. Осыны жібереміз. Одан кейін, міне, здравствуйте, опубликуйте, пожалуйста, деп осыны жібереміз, я. Бұл жерде енді мен так, содан кейін сізге жаңағыда егерде опубликовать еткен болса, мынандай оповещение келу керек. Міне мені мысалы, мына парақша менің уже рекламамды шығарыпты. Я, маған келді уже, что ол кісі шығарды. Міне қараңыз, менің суретім жаңағы жіберген. Одан кейін мына жерде міне жаңағы текстпен бірге, и мына жерге мен өзім аккаунтымды жаздым, және идентификке қатысқым келеді деп, мына WhatsApp-қа жаз деп өзім номерімді жаздым, и мынаны басса тікелей менің парақшама түсетіндей етіп жасап қойдым. Көрдіңіздер ма? Ал менің парақшама түскеннен кейін уже менің топ-линктағы воронкаларыма адам спокойно кіре береді. Я, маған тікелей осы жерден жазса да болады, міне WhatsApp тауып алып. Жалпы осылай воронкаға адамды завлекать етуге болады. Бұл жаңағы бесплатный трафиктің бір жолы. Жалпы, міне.